Сәлем достар. Бүгін 4 шілде Америка құрама штаттарының тәуелсіздік күні. Соған орай біз Диана екеуміз от шашу көруге шыққанбыз. Бүгін күндіз каяк тептік екеуміз. Американың ұлттық тағамдарын жедік, Мексиканың тағамдарын жедік, балмұздақ жедік. Біздермен бірге қалыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Осы видеодан кейін біз күндізгі істеген, күндізгі барған жерлерімізді видеоларын салатын боламыз. Андай стендинг падлинг деген бар, көрейік біз бағасын соны. Міне қазір Диана екеуміз біз Mission Bay деген жерге келдік. Бұл жақта осында каяк алдық екеумізге 2 сағатта. Арендаға алуға болады екен. Мынандай нелер алуға болады. Артында кетіп бара жатқан қайық. Анау катер кетіп бара жатыр мына жерде. Қазір анау үлкен толқын болады. Осылай қасымыздан тез өтіп кеткен кезде анау шайқайды біз қазір. Міне қазір толқын болып отыр. Диана каяк теуіп келатыр осылай. Менде де бар мынау ескек. Бірақ мен қазір видео түсіріп отырмын. Oh my god! Wow! Осы каяктың бағасы 2 сағатқа $50. Анда саппорт бар, каяк бар осындай. Сосын мынадай желкенді қайықтар бар. Олардың бағасын білмеймін. 2 адамдық керек болды да, сосын осындай каяк алдық. Қазір ана қайықтар өткен кезде осындай толқын болады. Шайқалған. Қазір судың ортасында жүр. Қозғалма, нетпе, бір жағына қарай еңкейіп қалма, отыр просто. Осылай шайқап кетеді ана үлкен қайықтар өткен кезде. Жүр ана шет жағына қарай жақындайық, тынышталатын шығар сояғы. Иә, оң жағын істейсің тек. Диана қайық теуіп келе жатыр. Шайқап жатыр ана қайық өтіп кеткеннен кейін. Мынаны сейлинг деп айтады ғой. Мынаны көрдің ба, қара көтеріліп кетіп жатыр анау. Ана қатты скоростьпен жүрген кезде ана көтеріледі анау. Mission Bay деген жер мұхиттан кішкене бөлек, аралар араласқа, осындай адамдардың барлығы демалатын жер. Мына пляждың жағасын бәрі тола. Бүгін 4 июль Американың тәуелсіздік күні болғаннан кейін бәрі демалыс бүгін. Бәрі қыдырып жүр көшеде. Бәрі шляпа киген, етік киген, көшеде қазір оны да саламыз түсіріп жатсақ. Сосын жаңағы суға түсетін киімдері Американың флагы, бүткіл жерде Американың флагы. Осындай адамдардың бәрі демалып жатыр. 2, 1. 왔어.
жолдасың үлкен болса осы ғой. Geri жіберейік ма? Маған ана өлең есіме түсті. Қағаздан жасалған кепелердің Қойып қойдың ба не? Иә. Көрмедің ба мені? От деген суық болды, от деген суық. Не болды? Есіме түсіріп жатыр. Қайттым деп. Еще ютубқа салам. From Біз келдік. Thank you. Жіберіп қойдың ба не? Қорықтым ғой аналар қасында өтейін деп секіп қойдым. Күшті болып біз шықтық. Мына жерден. Ана жерде баллон жатыр. Баллон жатыр. Американ флагы. Адамдар жүрген жатыр. Ана жерде ана купальнигі флаг. Анаға Sayın bana ne? Ha? Qara. No torta. Torta деген, no burrito деген. Ема жылы. Ананасыз ба? Настоящий буррито ма? Burrito. Mission Bay деген жер, осы жерде от шашу болады деді, барлық жерден көрінеді деді. Көрінеді ма не уже? Бір рет шашы. Қазір міне басталып жатыр, дауыстары шығып басталып жатыр. Көп от шашу болады осы жақта деп айтты, жаңа біреулерден сұрағанымызда. ChatGPT де айтты. Соны көреміз. Міне мына халықтардың бәрі өздерінің орындықтарын қойып алған. Мына бағытқа қаратып қойған. Бәрі дайындалып жатыр. Салют қарауға, от шашу қарауға. Олар да тәуелсіздік мейрамын кәдімгідей тойлайды, осылай отбасыларымен бірге қарсы алады. Олар туған күн тойлап отыр ғой. Аналар туған күн тойлап отыр екен. Мыналарды айтамын мен, мыналар. Осылар тәуелсіздік күнін тойлайды дейсің ба? Қазір халықтың бәрі сол салют қарауға дайындалып отыр. Ондай қылып орындықтарын дайындап қойған. Биыл бұлардың тәуелсіздігіне 249 жыл болады. Келесі жылы 250 жыл болады. 1776 жылы 4 шілдеде бұлар тәуелсіздік декларациясын қол қойған. Декларациясын жариялаған. Содан бері осылай тойлайды екен. Осындай дайындап қойып отыр қазір. Біз Диана екеуміз жүрік. Салют күтіп. Таңертеңнен бері күтіп жүрік салютты. Қандай күшті, ошақ жағып қойып. Өмір сүріп отыр ғой. Той жоқ. Бұлар хот-дог жейді да, сосын кола ішеді да, шағын пағын.
бәрі отыр, от жағып қойып осылай. Yok тұр. Жақындашы. Мына жер yok тұр, неге yok тұр? Yok емес ау, ана yok емес. Әшейін тартып, мына стойкада, сосын бүйтіп жылтыр тартып қойған. Yok көрсін. Мына жерде мана каяк жалдадық біз. Каяк жалдадық, сосын ана орта жағын бәріне былай аралап шықтық.